Сәлеметсіздер ме менің YouTube көрермендерім? Қазіргі ашайын деп жатқан расклад. Бұл жерде мен 4 вариант ұсынамын. Алдын ала айтып қояйын. Бұл жерде общий расклад. Біреуі сәйкес келсе, біреуі келмеуі мүмкін. Егер де сәйкес келіп жатса, лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Және де ашпас бұрын бір жақсы жаңалықпен бөлісейін деп отырмын. Бұл жерде таро жорамал картасын үйренемін дейтін жандар болса, телеграмға жазсаңыздар, ватсапқа жазсаңыздар да болады. Негізі осы видеоның астына комментарияда оқып қалдым. Бұл жерде сіздің номеріңіз бар ма, жеке аштырғым келеді деген жандар көп жазған екен. Мен номерім осы видеоның астында тұр. WhatsApp номерім. Telegram, WhatsApp. Енді 4 вариант ұсынайын. Бұл жерде алдағы таңда сіздің өміріңізде қандай өзгерістер болады. Соны көретін боламыз. Қандай өзгерістер болады алдағы таңда. Қазір 2024 жыл. Және де ноябрь айы 14 бүгін. Енді 14-не 12-ден асып кетті сағат. Бұл жерде 15 деп алайық. Ноябрьдің 15-нен бастап ары қарай көресіздер. Қандай өзгерістер болады өмірлеріңізде, соны көретін боламыз. 4 вариант ұсынамын. 4 вариант. 1, 2, 3, 4 вариант ұсынып отырмын. Бұл жерде 4-еуін біреуін таңдасаңыздар болады. 4-еуін біреуін таңдасаңыздар болады. 1, 2, 3, 4. Сіздің өміріңізде қандай өзгерістер болады? 2024 ноябрьдің 15-і. Сол күннен басталады, ары қарай қандай өзгерістер болатынын көреміз. Әдеттегідей таңдап болсаңыздар, әдеттегідей бірінші варианттан бастайық. Үш вариантты осылай қойып қояйын. Үшеуін. 1, 2, 3, 4 вариант. Егер де таңдап болсаңыздар, бірінші варианттан бастаймыз. Алдағы таңда қандай өзгерістер болады сіздің өміріңізде? Қандай өзгерістер болады? Негізі көбінесе қаражат мәселесі шығып жатыр. Бұл жерде жетіспеу деген сияқты. Яғни кредит бар, бірақ ақшаңыз соған жетпейді. Тек қана кредитке төленіп, ары қарай азғантай ақшаңыз ол ештеңеге жетпеуі мүмкін. Бұл жерде тығырықтан шыға алмау көріп тұрмын мен. Және де қалай кредитті тез уақытылы жауып, жаңағыдай полный жапқыңыз келетінде көрініп тұр, бірақ екі өлісіз жаба алмайсыз. Бұл жерде шекара тұрда. Төлеп келе жатырсыз, оны да көріп тұрмын. Енді алдағы таңда осыны жаба аласыз ба? Уже үйреніп қалғансыз. Жаба аласыз, бірақ біртіндеп жабасыз алдағы таңда. Крупный жабуға мүмкін емес деп тұр. Ары қарай. Сүйіктіңізбен, яғни жұбайыңыз болсын, жігітіңіз болсын, сонымен алдағы таңда ұрыс, яғни келіспеушілік сіз жақтан болады. Бір жігітке агрессия бар іштей. Өйткені бұл жерде сіз жігіт туралы бір жаман бір хабар естуіңіз мүмкін. Бұл жерде письмо, яғни хат, сообщение болуы мүмкін, өміріңізді өзгертуі мүмкін. Бұл жерде бір жігіт туралы бір жаман хабар естуіңіз мүмкін, барлығы өзгеруі мүмкін. Қай жағынан өзгереді? Өзгеріс бар негізі алдағы таңда. Өзіңізді қолға алып өзгеру деп тұр. Өзіңіздің ақылыңыз өзіңізге жетеді. Негізі өте ақылды әйелсіз. Және
өмірде ажырасуыңыз да мүмкін да, ажырасып кеткен жалғызбасты әйел болуыңыз да мүмкін. Болмаса бұл жерде осы бірінші вариант көріп жатқан жандар болса, бір ұрыс болуы мүмкін, семьяда бір өзгеріс болуы мүмкін. Ол өзгеріс қандай? Ақшаны орнына қой деген сияқты бір затты болсын, бір құнды нәрсені орнына қою керек. Сол жағынан кішкене конфликт, яғни ұрыс болуы мүмкін, келіспеушілік. Тағы қандай өзгеріс болады? Бұл жерде өзіңіздің жақсы көретін жігітіңіз болсын, күйеуіңіз болсын, содан кішкене болсын бір үміттеніп тұрсыз да, әлі де бір кешіруіңіз мүмкін да ол адамда. Ұрысып қалып, одан кейін екі жаққа кетіп, бірақ сол жігітті әлі де күтуіңіз де мүмкін. Әлі де бір үміт болуы мүмкін да, іштей. Күтесіз, яғни күту көрсетіліп тұр, бірақ ол жігітпен қайттан келу, бірақ қорқыныш бар. Жұмыс мәселесі, махаббат жүрегі жаралы картаны көріп тұрмын. Қайттан достасу бар, кездесулер бар, бірақ жүрегіңіз жараланып қалуы мүмкін сол ер азаматқа. Ол ер азаматта сізді бір жай қалдырып қоймайды, жайына қалдырып қоймайды. Үнемі хабарда болып тұрады. Өйткені бір-бірлеріңізде сезім бар десем болады. Бір арада келіспеушіліктер болуы мүмкін. Бірақ ол жігіт сізде көңілі бар, сондықтан хабарласып тұру бар. Бұл жерде мынандай карталар түсіп тұр. Сізден кешірім сұрауы мүмкін. Алдағы таңда ұрысып қалған жағдайда. Сіз кішкене теріс қарап тұрсыз ғой бұл жерде. Уже бұл жігітке кішкене сенімсіздік пайда болады. Жұмыс мәселеңізді көрейік. Бірінші вариант, жұмыс жақсы. Бұл жерде пентакли, яғни ақша ұстап тұрсыз, жол деген сияқты, сондай бір қалыпты жұмысты көріп тұрмын. Енді бірінші вариант аяқталды. Екінші вариантты таңдаған адамдарды көрейікші. Екінші вариант. Қандай өзгеріс болады алдағы таңда? Ақ пен қара дейді. Бұл жерде шайқасты көріп тұрсыздар. Шайқас тағы да біреумен ұрысуыңыз мүмкін. Агрессия бар бір адамға деген. Оның жақсы жағында, жаман жағында көресіз. Бір іште обида бар сияқты да, өкініш, жаңағыдай мұң бар іште. Ояну керек сияқты сізге. Бұл жерде ояну керек дегенде екі жақта қылыш ұстап тұрсыз ғой. Двойка мечей, яғни кілт тұр ғой бұл жерде. Сіздің өміріңізді өзіңіз өзгерту, өзіңіздің қолыңызда тұр. Бірақ өте қиын, бір стресс жағдайда жүруіңіз мүмкін. Екінші вариант таңдаған адамдар. Стресс, бір күйзелісте жүрген сияқты да. Барлығы бір күшпен, физически күшпен жүрген сияқты. Шегінуге жол жоқ деген сияқты, тек қана алға жүру керек. Ол стресстен шығу керек сізге. Адасып жүрген карта түсіп тұр. Лабиринт, өз-өзіңіз таппай жүрген болуыңыз да мүмкін. Алдағы таңда сізге жол шығып тұр, жол түсіп тұр. Яғни саяхаттау болсын, болмаса басқа қалаға жол түсіп тұр. Бұл жерде көп адамдардың көзінше сіз өзіңізді жасырасыз. Күліп жүресіз үнемі, бірақ ішіңізде бір соншалықты бір
груз дейміз ғой, жаңа жүк бар да, ауыр. Соның барлығын көтеріп жүрген адам болуыңыз мүмкін. Бұл алдағы таңда да осылай болады. Барлығына жақсы көріну, бірақ іште мұң бар деп тұр. Осылай стресстен шығу керек сізге. Негізі стрессте жүруіңіз мүмкін біраз уақыт. Сіз бір крупный демей қойын, бір жиған тергеніңіз, қаражатыңызды бір жерге жұмсау дейді. Бұл жерде өз қолымен беру деген сияқты, сондай бір амал жоқтан беру. Неге ол? Жұмысқа кіруіңіз мүмкін, болмаса бір жол жүріп ақша, қаражат мәселесін жұмсап қоюыңыз мүмкін деген сияқты, бір өзіңізде бір құнды зат болуы мүмкін, сомен движение жасау, яғни өмірге деген бір қадам жасау. Және де бір жол түсіп тұрған тағы да көрсетілуде. Алдағы таңда сізде де бір қарыздар бар, құтыла алмай жүрген. Отбасы, бала-шағаны көріп тұрмын, барлығы сізге қарап тұр, мойынсұнбаңыз. Бұл жерде өте еңбекқор. Және де бұл жерде капля бар ғой, жаңағыдай тамшысын экономдау керек сізге. Каждый жаңағыдай тамшыны ұстап келе жатыр ғой. Эконом дейді. Және де ар жағынан корабль көріп тұрсыздар ғой, жол түсіп жатыр, бір жерге бару. Қала болсын, үй болсын, туыстарыңыздың үйі болсын, бір алыс қалаға жол жүру деген түсіп тұр. Пентакли. Яғни бұл жерде жұмыс мәселесі туралы бір отпуск алуыңыз мүмкін, болмаса бір крупный ақша, крупный болмаса да бір қомақты ақша түскелі тұр негізі алдағы таңда. Және де жол жабық деп тұр. Жолыңыз жабық, жол аштыру керек сізге. Екінші вариант. Үшінші вариантты таңдаған адамдарды көрейікші. Үшінші вариант. Алдағы таңда қандай өзгерістер болады сізде? Бір адамды күтіп жүрсіз, және де онымен алдағы таңда кездесу болады. Күтіп жүрсіз, кездесу болады. Түнде кездесу, түнгі, және де өте құпия кездесу. Төртінші вариант таңдаған адамдар бір өзіңіздің алға қойған мақсатыңызға жете алмай жатырсыз, өйткені басқа жаққа кетіп жатыр да сіздің жұмысыңыз. Осы мақсатымды жасайын деген сияқты ұмтылыс бар, бірақ жете алмай жатқан сияқтысыз. Қиялдап тұрсыз, бұл жерде иллюзияны көріп тұрмын, қиял. Просто жаңағыдай мақсат армандар қиялдап жүрсіз де жете алмай. Жезлов дейді. Шаршаған карталар түсіп тұр. Жұмыс дейді. Жұмыстан шаршап жүргеніңіз көрсетіліп тұр алдағы таңда. Сізде дуа бар. Үшінші вариант. Дуа жасалған деп тұр. Король Пентакли карта түсіп тұр. Қаражат мәселесі, міне жұмысыңыз жақсы. Жұмыс жақсы, қаражатыңыз бір қалыпты, жақсы десем де болады, орташа деңгейде. Және де сізде дуа бар. Бұл жерде үшінші вариантты көріп жатқан жандар болса, дьявол деген карта түсіп тұр. Алдағы таңда оқытылу керексіз сіз. Және де екі ойлы, артыңыздан бір жек көретін адамдар бар. Алданып қалуыңыз да мүмкін алдағы таңда. Алданбауға тырысу керек. Алданып қалып бір қиындық болуы мүмкін. Қандай қиындық? Жігіт, егерде күйеуіңіз болса, күйеуіңіз мына жерде треугольник шығып тұр, махаббат үштігі.
көзге шөп салу деген сияқты. Болмаса бір жігітіңіз басқа бір әйелмен жүру, сондай бір просто мазақ қылып та. Сондай болуы мүмкін. Алдақтанда алданып қалмаңыз. Тығырыққа тірелу дейді. Просто так кукла сияқты болып қаласыз да. Егер де осы үшінші вариантты көріп жатқан жандар болса, өзіңіздің жақсы көретін жігітіңізге болсын алданбаңыз еш уақытта. Өйткені ол сізді алдап жүр. Треугольник карта түсіп тұр. Енді төртінші вариант күтіп отқан жандар болса, төртінші вариантты көрейік. Бұл жерде мен көз жасты көріп тұрмын. Әйел адам күрескісі келеді, бірақ іште көңілі бос, бірақ сонда да мықты көрінеді. Өте мықты әйел. Қарасаңыз, жақындап қарасаңыздар, көзінде жас тұр, бір мұң бар сияқты. Төртінші вариант. Так, алдағы таңда не болады көрейікші? Қандай өзгерістер болады? Көп балалы ана десем де болады. Көп шайқас, көп жаңағыдай қиындықтар болған. Әйел адам, бала шағасы бар, көп балалы ана десем де болады. Үшеу, төртеу болсын. Баласы бар адам. Конкуренция көп. Неге конкуренция көп деп тұр? Артынан жаңағыдай сөз көп. Ол сөзді, өсекті естисіз сіз, бірақ мән бермейсіз, дальше алға қарай. Переживание бар, қатты шаршап жүрсіз. Алдақтаңда не болады? Көп қиындық көрсете, өзін жаңағыдай брендовый киініп алып, өзін бір күшті қылып көрсеткісі келеді. Ақшам бар деген сияқты, бірақ артында ондай еш нәрсе жоқ. Бір крупный лав еш нәрсе жоқ. Просто адамдарға сырт келбеті бір әдем көрінгенмен, мына жерде қарасаңыздар, бір қайыр сұрап жатқан адамды көріп тұрсыздар ғой. Мына жерінде кукласы бар, бұл жерде асып тасып баратқан ештеңе жоқ деп көрсетіліп тұр. Так, осылай сипаттадым. Енді алдақтанда бұл адамға, төртінші вариант таңдаған жандарға қандай өзгеріс дейді? Уақыт өте келе бір сұраққа жауап қою, бір тірлікті, бір іс бастаған істі аяқтау дейді. Завершение карта түсіп тұр. Аяқталу дейді. Бір ойыңызда жүрген нәрселер аяқталу, біту деген сияқты. Сізді не мазалайды, сол бітеді, аяқталады. Семья түсіп тұр. Семьямен жаңағыдай бұл ер азамат семьялы болуы мүмкін. Жаңағыдай осы төртінші вариантты күтіп отқан жандар. Бұл жерде семьялы ер азамат болуы да мүмкін, семьялы әйел адам болуы да мүмкін, жалғыз басты да болуы мүмкін. Общий расклад бұл жерде алдау бар да. Шут деген карта түсіп тұр, семья. Бұл семьяда бір өтірік бар сияқты. Екеуі бір-бірін алдау мүмкін. Еркек әйелін, әйел еркегін деген сияқты алдау бар. Алдағы таңда сүйген адамыңыз болса, бұл жерде алдап жүр. Нақтысын айтатын болсам, алдап кетуі мүмкін алдағы таңда. Просто так қиялдап жүрсіз. Интернет желісі арқылы сол адамды көріп жүрсіз ғой, жұмыста да болсын. Просто иллюзия деп бұл жерде қиялдап тұрсыз. Бірақ ол адам сізді алдап жүр десем болады. Төртінші вариант, алдағы таңда не болады?
қомақты бір жақсы нәрсе деп айтсам да болады. Бұл жерде қолыңызға бір қомақты қаражат болсын, бір дүние келе жатыр, уақыт өте келе. Бұл жерде көп адамдар сізді менсінбейді, бірақ бұл жерде ешқандай жаңағыдай жол бермейсіз ешкімге. Өз-өзіңізбен болып тұрсыз да. Өз-өзіңізбен болып тұрсыз. Ешкімге жол бермейсіз. Өте мықты, негізі бірінші картада шықты ғой. Өте мықты әйел. Осымен 4-ші вариант аяқталды. Егер де жеке аштырам десеңіздер, менің осы видеоның астына WhatsApp номерімді жазып қалдыратын боламын. Жеке аштырам десеңіздер, өз еркілеріңізде. Сау болыңыздар.